Нұрай Серікбайдың соты басталмай жатып кейінге шегерілді. Себебі күдікті Шерхан Аймахан денсаулығына байланысты сотқа келмеді. Сонымен қатар күдікті сот отырысының жабық түрде өтуін сұрап сотқа өтініш жолдапты. Ал жәбірленуші тараптың адвокаттары мен туыстары бұл өтінішпен келіспейтінін айтты. Осы сот отырыстарына журналистерді, бұқаралық ақпарат құралдарын кіруді және сотқа кедергі келтірмейтіндей жағдайда тікелей эфирді өткізуді мен сұрадым. Күдіктінің келмеуіне байланысты тараптардың өтініштері алдағы сотта қаралатын болды. Аталған уәждеріңіз тек қана сотта қатысушы тараптардың барлығының қатысуымен бірге келісе отырып шешіледі. Қазіргі таңда сотталушы сотқа қатысып отқан жоқ, сондықтан ашық қалдырылып, келесі сот отырысында сотталушы келген кезде бірге отырып, бұл сіздің уәждеріңіздің бәрі екі тараптың уәждерін талқылап, содан кейін барып шешім қабылдайтын боламыз. Нұрай Серікбайдың ағасы күдіктінің сот отырысына келмеуін арнайы стратегия деп санайды. Айыпталушы тарап істі барынша созуға тырысып жатыр дейді ол. Бүгін өте жауапкершілік мол күн болғаннан кейін ауырып қалу енді сәйкестік деп әр адам әртүрлі түсінеді, бірақ бәрін біліп тұр деп ойлаймын. Ол жақ тараптан өздеріңіз естігендей 4 адвокат. Ол жақ тараптан енді барынша дайындалып келген. Келесі сот отырысының күні күдіктінің ауруынан айығуына байланысты қойылады. Алдағы сот отырысында Шерхан Аймаханды 4 адвокат қорғамақ. Еске сала кетейік, 2026 жылдың 11 қаңтарында 21 жастағы Нұрай Серікбай өз үйінің алдында қатыгездікпен өлтірілген еді.